Today, the team of English teachers would like to share our discussion of the book Mindset, or The New Psychology of Success by Carol Dweck. To make the ideas clear and easy to understand for everyone, we decided to discuss this book in Kazakh. However, some teachers also read the original version in English. Біз бұл кітаптың қазақ тіліндегі нұсқасы жалпыға түсініктірек болғандықтан, соны талдауға ұйғардық. Дегенмен, кітапты түпнұсқада оқыған ұстаздарымыз да бар. This book is very important for teachers because it shows how our mindset influences learning, success, and personal growth. The main idea of the book is that there are two types of mindset, fixed mindset and growth mindset. People with a fixed mindset believe that intelligence and abilities are unchangeable. They are afraid of mistakes and the challenges. Біз номері 89 IT мектеп лицейінің ағылшын тілі пәні бірлестігінің ұстаздары оқуға құштар мектеп жобасы аясында орыс тілі және әдебиеті пәні бірлестігінен челленджді қабыл алдық. Осы жоба бойынша Carol Dweck'тің «Ойлау» атты кітабын оқып талқыладық. Carol Dweck'тің «Ойлау жүйесі» кітабында адамның табысы оның қабілетіне емес, ойлау жүйесіне байланысты екені айтылады. Автор ойлаудың екі түрін көрсетеді: тұрақты және дамушы ойлау. Тұрақты ойлауы бар адамдар қабілет өзгермейді деп сеніп, қиындықтан қашады. Ал дамушы ойлауы бар адамдар қабілет еңбек арқылы дамиды деп қателіктерден сабақ алады. Дамушы ойлау адамға білімде, жұмыста және өмірде өте үлкен жетістікке жеткізеді. Кітаптың негізгі идеясы дұрыс ойлау жүйесін қалыптастыру арқылы кез келген адам дами алады. Адамның өміріндегі болып жатқан барлық дүниелер адамның тікелей ойлауына байланысты екен. Мұғалім ретінде біз балаларға тек білім беріп қана қоймай, олардың ойлау жүйесін қалыптастырамыз. Егер бала қиындықтан қорықпаса, кедергілерді жеңе білсе, ол әрқашанда жетістікке жетеді. Ойлау жүйесінің адам өміріндегі көрінісіне тоқталайық. Ойлау жүйесі біздің күнделікті әрекеттерімізге, жетістіктерімізге қалай әсер ететініне мысал келтірейін. Бізде тұрақты даму ойлау жүйесі, мысалға мен тіл үйренуге қабілетсізбін деген сенім адамды тіл үйренуден алшақтатады. Оның салдары тәжірибе жасамау, қате сөйлеуден қорқуға алып келеді және процестің болмауына тудырады. Ал дамуға арналған ойлау жүйесі, ол біздің процеске назар аудара отырып, ұзақ мерзімді мақсаттар қойып және кері байланысты іздеуімізге көмектеседі. Номер 89 IT мектеп лицейінің кітап оқитын ұлт жобасы аясында ұстап оқыса ұлт оқиды атты челленджін математика және физика бірлестігіне жолдаймыз.